Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сөз төркінін сөз еткенде жер, су, елді мекен атауларының да шығу, қалыптасу тарихы туралы айта кеткенді жөн көрдік. Бұл ретте осындай зерттеулер жүргізіп, өзінің ғылыми дәлелдерін келтіріп жүрген тілші ғалымды студиямызға шақырып әңгімеге тартқан едік. Енді сол сұхбатқа назар аударыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің студиямызға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Гүлбану Сейілбекқызы Қосымова қатысып отыр. Бүгінгі әңгімеміз негізі осы Гүлбану Сейілбекқызының зерттеу объектісі болған, сол туралы кітап жазған тарихи атаулардың этимологиясы, жер-су атаулары туралы кітабында көтерілген мәселелерді сөз етпекпіз. Гүлбану Сейілбекқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Студиямызға келген қонақтарымызға қоятын дәстүрлі сауалымыз бар. Ол біздің хабарымыздың атауына байланысты. Яғни Шалқа радиосында қазір сөз киесі деген хабар жүріп жатыр. Тілші, ғалым ретінде осы жалпы сөз киесі деген сөзді қалай түсінесіз? Осы ұғымды қалай түсіндіретін едіңіз? Сөздің киесі бар ма? Әрине бар. Сөздің киесін біздің бабаларымыз жақсы білген және оны сақтаған да, немесе ұрпақтан ұрпаққа беру жолдарында сөздің киесін үнемі айтып, белгілі бір фразологизмдерде, мақал-мәтелдерде өрнектеп беріп отырған. Сол арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырған. Сондықтан да қазақ халқы айтады, сөз емдейді дейді, сергітеді, ауыртады. Сөз ол қарғыстан да жаман. Адамның психикасына әсер еткен кезде ол адамның бітім болмысында өзгеріс те пайда болады. Сөздің киесіне ұшырама дейді. Сөздің киесі үлкен мән мағынаға ие нәрсе. Сондықтан сіздердің бұл бағдарламаларыңызды құптаймыз, құтты болсын дейміз және өміршең болсын деп тілейміз. Жақсы, рахмет Гүлбану апай. Мынау енді өзіңіз жер-су атауларын зерттеп жүрсіз ғой. Бізде жер-су атаулары өзіміздің қазақтың жерінде, қазақтың даласында атауын білеміз, қандай да бір. Мысалы жаңа қаскелең, шамалған деп. Ал енді осы сияқты жер-су атауларының мағынасын көп жағдайда білмей жатамыз. Соның төркіні қайдан шыққандығы осындай атаулардың. Сіз енді осы жөнде зерттеп жүргендіктен бір-екі мысалдарыңызбен айта кетсеңіз. Бұл бір-екі мысалменен жеткізіп айтыла қоятын нәрсе емес. Себебі қазақ жеріндегі әрбір қойылған атау халықтың таным түсінігінен келіп туындаған. Әсіресе мен айтар едім, жаңағы сөздің киесі деген нәрсе осы жер-су атауларының мағынасында жатыр. Сондықтан біздің бабаларымыз, көне түркілер табиғат пенен адамды бірлікте алып қараған, тұтастықты алып қараған, әрбір табиғат нышандарын құдіретті күштеп таныған, символ ретінде оны қабылдаған. Мысалы, тауды құдіретті күштің, беріктіктің символы ретінде таныса, ал күнді махаббат, әділет, ғашықтықтың белгісі деп қараған. Сөйтіп күнім деп сөйлеу, айды сұлулықтың, сана ишаратының белгісі ретінде қараған, жұлдызды жастықтың белгісі ретінде, мерекенің белгісі ретінде қараған, теңіз суды ой, сана, білім, байлық белгісі ретінде қараған, отты ойдың тірегі, аспан табынатын тәңірі ретінде санаған. Сонда міне көріп отырсыздар, осындай ұғым түсініктен барып әрбір жердің, судың, таудың, елді мекеннің, тіптен әрбір ауылдың аттарында да үлкен психологиялық сенім жатыр, философиялық үлкен астарлы таным жатыр. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың бір сөзін мен дерегі ретінде, дәлел ретінде келтіре кетейін. Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да, жер, су, жапан дүзде кездескен кішкене бұлақ атының өзінде қаншама мән мағына, шешілмеген құпия сыр жатыр дейді. Өзі де солай. Сондықтан әрбір тарихи атауларға ерекше құрметпен қарауымыз керек біз. Үлкен махаббатпенен
кейінгі ұрпаққа жеткізіп отыруымыз керек. Ол үшін оның қандай мағына беретінін білу керек. Жалпы қазақ даласы алғашқы адамдардың дүние келген 4 нүктесінің бірі, яғни алғашқы адамдар пайда болған моноцентр, былай айтқанда. Сондықтан мұнда талай мыңжылдықтардың тарихы жатыр. Бұл бүгінгі күннің көзіменен қарасақ, бұған қателесеміз біз. Сондықтан әрбір атаудың бойында жатқан сырды ұғынуымыз керек. Бұны жеткізіп отыруымыз керек, жастарға білдіруіміз керек. Қазір мұндай әңгімені айтып отыратын адамдар жоқтың қасы. Бұрынғы біздің аталарымыз, әжелеріміз әрине бұны әртүрлі әңгіме ретінде, оқиғаның куәсі ретінде жеткізіп айтып отырған. Ал бірақ қазір бұдан қалып қойдық біз. Сөзіңіз аузыңызда бізде айтады, осы Алматы өңіріндегі атаулар қалмақ атауларымен байланысты деп жатады. Жалпы осы қаншалықты шындық? Мысалы, өзінің жауының атын жеріне атау етіп қою мүмкін бе? Мүмкін емес. Өте жақсы сұрақ қойдыңыз сіз. Бұл мүмкін емес нәрсе. Егер бұлай қабылдайтын болсақ, біздің ата-бабаларымыздың сеніміне селкеу түсіреміз біз. Ата-бабаларымыздың танымына, ақыл-ой дәрежесіне күмән келтіреміз. Бұлай болуы мүмкін емес. Мысалы, жаңа сіз Қаскелең дегенді айтып қалдыңыз ғой. Қаскелең деген өзеннің аты, тау, қала Алматы облысында. Осының беретін мағынасын әртүрлі айтып жүргендер бар. Жаңа сіз оның біреуін айтып қалдыңыз. Қалмақтың берген атауы деп қалдыңыз. Олай емес. Бұл Қаскелең біз ойлағаннан да тереңде жатқан салмақты ойды білдіретін атау. Атаудың бірінші компоненті қасқа сөз емес. Қаскелең дегендегі қасқа емес. Қаш сөзі. Яғни көне түркі тілдерде бұл минерал, нефрит деген мағынадағы сөз. Ал қазба байлықтың көне түркі дәуірінде болғандығын менің сөзіме сенбесеңіздер, Махмұд Қашқаридің сөзіне сенерсіздер. Махмұд Қашқаридің қолданысында бар. Қара қаш, укуз, қара нефрит өзен, ұруын қаш укуз, ақ нефритті өзен деген түсініктер бар. Атаудың екінші компоненті көне түркі тіліндегі қалан сөзі. Беретін мағынасы табиғи жер байлығына қатысты жер тұрғындарының мемлекет пайдасына берілетін негізгі салық деген көне түркі тіліндегі мағынасы бар мұнда. Сонда тілдің қабаттарында талай заманды басынан кешіргендіктен дыбыстық өзгерістер болып тұрады. А дыбысы менен Е дыбысының сәйкестігі, Ш дыбысы мен С дыбысының алмасуы деген бұл түркология ғылымында, қазақ тіл білімінде әбден мойындалған заңдылық. Сондықтан Қашқалаң сөзі Қаскелең болып өзгеріске ұшыраған. Сонда бұл жалпы не мағына беріп тұр? Сонда Қаскелең табиғи байлығы минерал, нефриттен тұратын бай өлке болып, мемлекетке жергілікті тұрғындар нефриттен салық төлеп отырған. Сонау көне дәуірде осындай мағынаны берген. Әрбір қазақтың даласында таным түсінігінде түрлі ағаштар менен шөптердің, аңдар мен құстардың, жер бетінде болған тарихи өзгерістердің, жоғалып кеткен табиғи құбылыстардың сыры жатыр. Сонда біз сол атаудың этимологиясын ашу арқылы біздің бабаларымыз қандай тарихи оқиғаларды басынан кешірді, сол өлкеде не болды, не қойды деген мәселелерді біле аламыз. Тағы бір мысал, Қозмолдақ деген ауылдың аты бар. Қозмолдақ оңтүстік Қазақстан облысында, Созақ ауданында. Бұны халық аузында жүрген шежірелік әңгімеде мыңжылқы шоқысының шатқалы мен етегінде бұрын қалың сәмбі талы өсіпті. Жергілікті тұрғын ел сәмбі талдан киіз үйдің оғын керегесін жасайтын болған. Сәмбі талды отқа қыздырып иген, яғни ол отты қоламтаны халық қоз деп атаған деген мағына бар. Сонда бұл жерде биыл қоз мол екен деген ұғым түсініктен Қозмолдақ деп аталып кетіпті дейді. Бұл халықтың арасында жүрген әңгіме. Ал бірақ бұны біз ғылыми тұрғыдан зерттеп қарайтын болсақ, бұл дұрыс пікір емес екендігін білеміз. Көне түркі тілінде қоза деген сөз бар.
өте көне заманда болған, бүкіл түркі жұрты емес, әлем елдерінде киелілікті білдірген ақ лотос деген гүлді білдірген, қоза деп атаған бұны. Көне түркілер қоза деп атаған. Тіптен санскрит тілінде де бар. Ең алғашқы тіл, ең ежелгі тіл, жойылып кеткен тілдердің бірі. Осы санскрит тілінде де мандарака деген атау бар. Лотос судың ішінде балшықта өмір сүретін өсімдік. Ең өркениеттің алғашқы бесігі саналған, яғни түркілердің ата бабасы болып есептелетін Шумер халқында да, көне Египетте де, көне Индияда да, көне Грекия мен Римде де бұл өмір күшінің жаңаруы, жастықтың оралуы, әлемнің жаратылу күші, биліктің символы ретінде бағаланған. Себебі лотос ежелгі адамдарда тазалықтың, пәктіктің, сұлулықтың символы ретінде ұғынылған. Бұл тамыры ұзын, судың тереңінен өсіп шығатын гүл. Оның топыраққа ұмтылған тамыры материяның символы болса, суға ұмтылған сабы адам жанының символы, күнге ұмтылған гүлі рухтың символы болған. Сонда тіптен шумерлерде күн құдайының өзін лотостан жаратылған деген ілім де бар. Міне осындай сырды бүгіп жатыр ғой атаулардың бәрі қазақ жеріндегі. Сонымен жаңағы қозмолдақ деген не мағына беретін болды? Қозмолдақ деген сөз сонда екі компоненттен тұрады, қоза және мол. Яғни осы гүлдің, осы өсімдіктің молынан кездесетін жері, өскен жері деген мағынаны білдіреді. Соған қазақ тілінде күні бүгінге дейін бар, сөз тудыратын жұрнақ бар, дақ дек деген. Зат есім тудыратын жұрнақ бар. Ол жұрнақ бір нәрсенің молдығын білдіреді, кәсіп түрін білдіреді. Мысалы, қушылақ деген көне түркі тілінде сөз бар. Бұл не деген сөз? Осындағы лақ деген жұрнақ, дақ дек жұрнақтың варианты ғой. Құс аулайтын жер дегенді білдіреді. Осы сияқты компоненттерден тұрады. Сонда әрбір атаудың этимологиясын зерттегенде олардың қанша компоненттен тұрады, қанша сөзден тұрады. Бұрын сөздер жеке-жеке дербес мағынаны білдірген. Жұрнақ дегендер дербес мағыналы сөзден келіп шыққан дүниелер. Міне сондықтан осындай нәрселерге назар аудару керек. Әуе толқынында сөз киесі хабары. Шығыс Қазақстан облысына қатысты Семей дегенді айтайын. Осыны әбден шатастырды. Семейді орыстың Семипалатинскі деген сөзінен шықты деп, яғни алыстан жеті шатыр болып көрінгендіктен Семипалат деген сөзден алынып, қазақшаланып, Семей деген атау алынды деген. Апырмай, осылай қиянат жасауға бола ма енді? Бұл дегеннің біздің көне түркілердің ұғым түсінігіне, наным сеніміне деген қиянат қой. Бұл Семей деген атау өте ежелгі атау. Ол бүкіл түркі моңғол тілдеріне ортақ жайылған семе, сүмә деген сөз бар. Сүмә семе. Бұл құдайға құлшылық ететін ғибадатхана дегенді білдіреді. Анау Семейде алыстан жеті шатыр болып көрінген қорым тастар бар. Жеті қорым тас бар. Сол қорым тастар көне түркілердің тәу ететін ғибадатханасы болған. Сол мағынаны беретін сөз ол. Көрдіңіз ба? Сүме, иә? Иә, сүме, семе, екі вариантта айтылады. Семе, сүме. Ал и деген енді ол атау жасайтын жұрнақ қой ол. Сонда бұл Семей қандай өңір көріп тұрсыз? Қандай жер, қандай киелі жер. Гүлбану Сейілбекқызы, бізге берілген уақытта өз соңына таяп қалды. Сондықтан осы қазіргі айтылған әңгімелеріңізді қорыта келгенде тыңдаушыларға қандай ойлар, пікірлер білдіретін едіңіз? Мен мынаны айтар едім. Әрбір қазақ жеріндегі елді мекеннің, судың, тастың, таудың, әрбір ауылдың атауында үлкен сыр жатқанын білуі керек ұрпақ. Сол жерде мекен етіп жатқан адамдар бұл атаудың нені білдіріп тұрғанын білу керек. Сондықтан мен айтар едім, көнегөз қариялардан сұраңыз. Ғылыми әдебиеттерден оқыңыз және қызығыңыз. Бұл нені білдіреді? Әркім өз тұрған қандай сөз? Мекеннің атауы. Иә, соны атауға қызығушылық білдіріңіз. Соны сұраңыз, іздеңіз, зерттеңіз. Сонда сізге көп нәрсенің басы ашылады. Иә, еліміздегі әрбір таудың, тастың, жердің, судың атауының шығу төркіні, қалыптасу кезеңі бар екен. Бүгінгі әңгімеден біздің ата-бабаларымыз жер суға атау бергенде
белгілі бір оқиғаға, табиғат ерекшеліктеріне, құбылыстарына қарап атағанын, яғни әрбір атау сол өңірдің терең тарихынан сыр шертетінін байқадық. Ал сіз өзіңіз тұратын аймақтағы елді мекен, жер су атауларының шығу төркінін білесіз бе? Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Гүлбану Қосымова қатысып, еліміздегі кейбір жер су атауларының этимологиясы туралы ойларын ортаға салды. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.